Сіздерді EasyKZ арнасынан көргеніме қуаныштымын. Бүгін IPO тақырыбын талқылайтын боламыз. Ол не? Инвестициямен байланысы қандай? Қалай пайда көруге болады? Және де басқа сұрақтарға жауап алу үшін видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. IPO немесе Initial Public Offering көп инвесторлардың аузында жүрген сөз. Осы сөзді қазақшаға тікелей аударсақ, алғашқы жария орналастыру деп айтуға болады. Әдетте биржада инвесторлар акцияларды екінші нарықтан сатып алады, яғни компаниядан емес, басқа инвесторлардан. Инвесторлар акцияны оның бағасы өседі деп сатып алады, немесе оның бағасы төмендейді деп шорт тапсырыстарды жүзеге асырады. Ал кейбіреулер тек дивиденд алуға ниеттенеді. Көпшілік инвесторлар осылайша ғана биржадан табыс таба алады. Алайда табыс табудың тағы бір жолы бар. Ол IPO. Компания көпшілік инвесторларға қол жетімді болғысы келген кезде, оның акциялары биржада саудалана бастайды. Яғни IPO компанияның инвесторлардың шексіз тобына қол жетімді болу үшін алғаш рет биржада орналастырылуы. Осы орналастыру кезінде инвесторлар біршама табыс таба алады. Қалай екендігін кейінірек айтатын боламын. Бірінші, оны қалай жүзеге асыратындығына тоқталайық. Жүзеге асырудың негізінен екі жолы бар. Біріншісі андеррайтер арқылы. Андеррайтер дегеніміз жария орналастыруды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының профессионалды қатысушысы. Андеррайтер шығарылған акциялардың алғашқы иесі болып табылады. Екінші орналастыру аукцион арқылы жүзеге асырылады. Алайда аукцион кезінде акцияның шынайы бағасын орнату қиынырақ. Жалпы IPO-ға қатысу бір жағынан өте тиімді болса, екінші жағынан тәуекелге толы болуы мүмкін. Себебі активтің бағасы қатты жоғарылауы да, төмендеуі де мүмкін. IPO-ны компания тұрғысынан қарастырайық. Көптеген компаниялар үшін қаражатты тартудың тиімді жолы IPO болып табылады. Егер сіздер «Финансист шығу ойыны» деген қазақстандық киноны көрген болсаңыздар, оның қандай тиімді болуы мүмкін екендігін білетін шығарсыздар. Айтқандай, IPO-ның тиімділігімен қатар, оның компания үшін теріс жақтары да бар. Алдымен тиімді жақтарына тоқталайық. Сөзсіз, компания IPO-ға шыға отырып, көп қаражатқа кенеле алады. Ол қаражатты компания әртүрлі мақсаттарға жұмсауы мүмкін. Жаңа құрал-жабдық сатып алуға, компанияны ұлғайтуға, қарыздардан арылуға және тағы да басқа. Екіншіден, IPO компанияның нарықтық бағасын белгілеуге көмектеседі. Яғни, айналымдағы акциялардың арқасында компанияның шынайы бағасын білуге болады. Одан бөлек, компанияның капитализациясы артып, акциялардың өтімділігі де жоғарылайды. Және соңғысы, IPO компанияның статусының жоғарылауына көмектеседі. Бұл компанияның несиелік рейтингісінің жоғарылауымен байланысты. Яғни, IPO-ға қатысқан компаниялардың несиелік рейтингісі жақсы деп саналады. Осындай көптеген мүмкіндіктер бере отырса да, IPO компания үшін қиындықтар да тудыруы мүмкін. Ең бірінші қиындық – ол компания көлемі мен оның капиталына деген жоғары талап. Яғни, кез келген компания IPO өткізе алмайды. Екіншіден, компания егерлері басқарудың белгілі бір пакетін жоғалтады. Себебі акцияларды жария нарықта орналастыра отырып, компания егерлері акцияларды жеке инвесторлар тобына сатады. Үшіншіден, IPO үдерісінің өзі шығынға толы, оны жүзеге асыру көп қаражатты талап етеді. Төртіншіден, IPO-дан кейін компания жайлы ақпарат ашық болуы керек, яғни компания жұмысы, табысы, жалпы қаржылық жағдайы әрбір квартал сайын жаңартылып отыруы керек. Бұл компания үшін қиындық тудыруы мүмкін. Енді осы IPO процесінен біз сияқты инвесторлар қалай пайда көре алады? Статистикаға сүйенсек, IPO көп жағдайда тиімді болып келеді. Алайда, барлық IPO міндетті түрде табыс әкеледі деген сөз емес. Сол себепті
қай IPO-ға қатысатындығыңызды дұрыстап саралау өте маңызды. Барлық брокерлер инвесторларды IPO-ға шығара бермейді, және брокерлер барлық IPO-ға қатыса бермейді. Біріншіден, сіздің брокеріңіздің сізді IPO-ға шығара алатындығына көз жеткізіңіз. Егер брокеріңіз сізге IPO-ға шығуға мүмкіндік берсе, сізде табыс табудың екі жолы бар. Бірінші жағдайда сіз акцияны нарыққа шыққан бағамен сатып аласыз, және оның өсімінен пайда көресіз. Мысалы, сіз акцияны $10 сатып алдыңыз делік. Кейін бір аптада оның бағасы $100 жетті. Керемет. Енді сіз осы пайданы қалтаңызда қалсын деп акцияны сатып жібергіңіз келеді. Бірақ сіз олай істей алмайсыз. Себебі IPO-да локап период немесе локап мерзім бар. Ол дегеніміз, сауда-саттық басталғаннан кейін акцияны сатуға рұқсат берілмейтін мерзім. Ол мерзім әдетте орташа есеппен алғанда 90 күнді құрайды, яғни шамамен 3 ай. Локап период аяқталғаннан кейін ғана сіз оны сата аласыз. Яғни осы кезден бастап әдеттегіше саудаласу басталады. Бірақ сіз осыншама уақыт күткіңіз келмейді, және болашақта акция одан ары өсетіндігіне сеніміңіз жоқ делік. Немесе тапқан пайдаңыз сізге қазір керек. Бұл жағдайда сіз форвардтық келісімді жүзеге асыра аласыз. Яғни биржадан тыс келісім арқылы сатуға болады. Форвард бұл акцияны нарықтық бағасынан 10-15%-ға төмен бағаға брокердің сатып алуы туралы келісімі. Яғни, жаңа айтқандай, акция өсімі $100 құраған болса, форвардтық келісім арқылы сіз оны $85 брокерге сата аласыз. Алайда, бұндай қызметті өкінішке орай барлық брокер ұсына бермейді. Пайда көрудің екінші жолы ол шорт. Шорттың не екендігі туралы білгіңіз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіп қарасаңыздар болады. Яғни, сіздің IPO-дан алған белгілі бір акцияңыз бар делік. Осы арқылы сіз шорт тапсырысты жүзеге асырасыз. Бұл жағдайда сіздің табысыңыз әрине шектеулі. Бұл қолжетімді, алайда компания акциясы өсетін болса, сіз ары қарай пайда таба алмайтындығыңызды естен шығармаңыз. IPO жайлы қысқаша айтатын болсақ осы. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.